Қайырлы күн. Менің аты жөнім Тұрсынай Ғаным. Және бүгін бұл бейнероликте біз болашақ мамандық және шетел тілінің болашаққа тигізер пайдасы жайлы айтатын боламыз. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп, халқымыздың ұлы ақыны Абай Құнанбаев атамыз айтып кеткендей, кез келген адам өмір деген атты дүниеде өз орнын табуға тырысады. Яғни өседі, көреді, тәрбиеленеді. Еңбекпен тапқан нан тәтті демекші, таңдаған мамандықтарының қызығын көруге тырысады. Қазіргі таңда заман талабына сай тұлға болып қалыптасып, мақсат арманыңа жету үлкен өнерді, өмір сүру өнерін меңгеруді қажет етеді. Әрбір адам өзін өзі дамыта алу үшін білім алып, сол біліміне сай мамандыққа машықтану керек. Бұл өмірде адам үшін өміріндегі ең маңызды құбылыс ол оның болашақ мамандығы. Өз өмірінде ең бастысы мамандық таңдаудан жаңылмау қажет. Мамандық таңдау сені үлкен өмірге жетелейтін баспалдақтардың алғашқысы болып саналады. Дұрыс таңдалған мамандық болашақтағы бақытты өміріңнің кепілі. Ұялмаған әнші болады, ерінбеген етікші болады деген халқымыздың дана сөзі бар. Тіпті етікші болсаң да өз ісіңнің шебері бол. Мамандық таңдаған сәтте сол кәсіпті сүйіп таңдау қажет. Болашақта бізді үлкен асулар мен биік белестер күтіп тұр. Мамандық таңдау бұл өте жауапкершілігі мол маңызды іс. Мамандық таңдаған кезде адам ең алдымен өзінің қабілетін, бейімділігін біліп алғаны дұрыс. Өз-өзіне мен кіммін? Өмірдегі орным қандай деген сұрақтарға жауап бере алуы тиіс. Мамандық бұл әрбір адамның сүйіп, әрі қуана жасайтын ісі, оның ертеңгі болашағы. Әр адам мамандығын өзі таңдауы және оған құрметпен қарауы керек. Себебі мамандық таңдау үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Болашақта үлкен мамандық иесі болатынын армандамайтын бала болмайды. Осы бір сұрақ өмірге келіп, сана сезімі жетілген әрбір адамды толғандырары сөзсіз. Бір кездері мен де осы бір сұрақтың жетегінде көп ойланып, қиялдап, өзім қалайтын, өзім сүйіп айналысатын істі таңдау жетегінде жүрдім. Ақырында осы бір сұрақтың жауабын да таптым. Бүгінгінде жаһандану заманында көп тіл білетін адамның қоғамдағы алар орны да ерекше. Өзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру, бұл ең алдымен халықаралық қатынастар кезінде айрықша рөл атқаратыны баршамызға аян. Тіл халықпен бірге өмір сүріп дамиды. Тіл үйренудің ешқандай зияны жоқ. Керісінше, пайдасы ұшан теңіз. Туған тіліңді білуге тиісті емессің, міндеттісің дер едім. Ал басқа мемлекеттің алдында өз еліңнің дәрежесінің биік екенін мойындату үшін жеті тілді жетік меңгеру артық етпейді. Пенсильвания штаты университетінің психологы Юдит Кроу екі немесе бірнеше тіл білу миды өз қалпында сақтап қалатынын және адамның психикалық функциясын жақсартатынын тәжірибе түрінде дәлелдеді. Зерттеуші қажетсіз ақпаратты жою және ең маңыздысына зер салып таба білу сияқты ойлау қызметінің міндеттерін бір тілді білетіндерге қарағанда екі тілді білетін адамдар неғұрлым жақсы орындайтынын анықтады. Екі тіл білетіндер өзгелерге қарағанда артықшылықтарды тез байқап, көп жұмысты қатар атқара алады. Сонымен қатар, шет тілін білу арқылы біз басқа да жаңа адамдармен танысып, жаңа елдерге барып, жаңа нәрселерді көріп, жаңа мүмкіндіктерге қол жеткізе аламыз. Сонымен қатар, жаңа тілді игеру арқылы біздің шығармашылық қабілеттеріміз артады. Біздің ой өрісіміз дамиды. Сөзімнің соңын өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп ақын Мырзағалиев атамыз айтқандай, басқа тілді біле отырып, ең алдымен өз ана тілімізді әрқашанда құрметтейік.